Дене қызуы көтерілген кезде кішкентай балаларға қойдың майын жағуға мүлде болмайды. Бұрын ата-бабаларымыз жағатын деген сұрақ туындайды. Не себепті қойдың майын жағуға болмайды? Біріншіден, вирусты инфекциямен тұмаумен ауырса, оның ауруын одан самайын асқындырады. Обструктивті бронхитке алып келеді. Және ол тыныс алу жолдарының қабыну аурулар ары қарай жалғасып, нәтижесінде тыныс алу жеткіліксіздігіне дейін асқындырып алады жағдайын. Қойдың майы көп жағдайда аллергия тудырып жатады қазіргі уақытта. Екінші себеп, жалпы термореттелу, терморегуляция деген нәрсе болады. Мысалы, адамның терісі арқылы. Мысалы, кішкентай балаларда дене қызуы көтеріліп жатыр. Сіз оны алдыңызда қойдың майымен сыладыңыз. Кішкентай балаларда регуляция әлі толық дамымағандықтан, дұрыс дамымағандықтан, іштегі ыстық жалпы тері арқылы сыртқа шығу керек. Балаларда 70% тері арқылы шығады. Ал сіз қойдың майын жаққаннан кейін ыстық іште сақталады. Жалпы сыртқа шықпай қалады. Нәтижесінде баланың жағдайы одан самайын ушығып, ауыр асқынуларға алып келуі мүмкін. Сол үшін де дене қызуы көтерілген кішкентай балалардың денесін қойдың майымен сүртуге, қойдың майын жағуға мүлде болмайды.